Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабақта сендер дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды үйренесіңдер. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар, қатені тауып, түзетіп жазасыңдар. Бүгінгі біздің сабақтағы мақсатымыз балалар білім алу, міндетіміз еңбектену арқылы беске қолды жеткізу. Алдымен оқушылар, жаңа сабақты бастамас бұрын өткен тақырыбымызға бір шолу жасап алайық. Сын есімге мысал келтірдік. Қане барлығымыз сын есімге мысал келтірейік. Ойланайық. Жақсы. Сын есімге кез келген мысалдарды келтіруге болады, балалар. Мысалы, қызыл, көк, сары. Жарайсыздар. Келесі ұяшығымызды ашайық. Сын есім дегеніміз не? Ал қанекей, сын есім дегеніміз не деген сұрағына жауап берейік. Қане ойланайық, балалар. Жарайсыңдар. Сын есім дегеніміз балалар заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табы. Жарайсыңдар, балалар. Келесі ұяшығымызды таңдайық. Сырты жылтыр, бұдыр жоқ, іші шырын, қызыл доп. Мұндағы сын есімді тап дейді. Ал қанекей, осы жұмбақтағы сын есімдерді табайық. Қане, ойландық ба? Жақсы. Олай болса, қане, сырты жылтыр, бұндағы сын есімдер қайсы екен? Жылтыр және де қызыл, қандай деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі ұяшығымызды ашайық. Үшінші ұяшығымызды таңдайық. Бізге берілген сұрақ сын есімнің сұрақтары. Қане, сын есімнің сұрақтары қандай екен? Есімізге түсірейікші, балалар. Ойланайық. Жақсы, жарайсыңдар. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Келесі соңғы ұяшықтағы сұрағымызды қарайық. Ертіс үлкен өзен. Осы сөйлемдегі сын есімді табуымыз қажет. Қанекей, ертіс үлкен өзен. Мұндағы сын есімді тап. Жарайсыңдар, балалар. Мұндағы сын есім үлкен. Қандай өзен? Үлкен өзен деген сұраққа жауап беріпті. Жақсы, жарайсыңдар, оқушылар. Жарайсыңдар, балалар. Берілген сұрақтарға толық жауап бердік. Олай болса, жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа сабағымызға көшпес бұрын мына тұрған бейне материалға назарымызды салайық. Ай мектеп. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішкетіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс аппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой саламаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, аппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады.
Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Мінекей балалар, назарымызды бейнебаянға қойып болсақ, тақтаға назар аударайық. Мінекей балалар, бізде сын есім құрамына қарай екі түрге бөлінеді. Дара сын есім және де күрделі сын есім. Дара сын есім дегеніміз бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, сары деген сияқты. Ал күрделі сын есім екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, сары ала, көк ала. Және де балалар, күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады екен. Олай болса, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Бірінші тапсырмадағы бізге тапсырма берген кестедегі сөздерді оқы. Сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын айтып көрді. Алдымен дара сын есімдерді оқып шығайық. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Ал күрделі сын есімдер ақала, қара торы, сарала. Жаңа ғана айттық, дара сын есімдер бізде бір ғана сөзден тұрады, ал күрделі сын есімдер бізде екі сөзден немесе одан да көп сөзден тұрады. Ақала, қара торы, сары ала. Және де балалар, күрделі сын есімдер бізде бір-бірінен бөлек-бөлек жазылады. Келесі тапсырмамызға назар аударайық балалар. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Алдымен мәтінімізді тыңдап алайық. Мәтінді тыңда. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан-ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшулар болдаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе ұшағын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Жақсы бала, тыңдап болсақ, бізге берілген тапсырмалар. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал дейді, және мәтіннен сын есімді тауып, дара, күрделі екенін ажырат. Біз балалар сендермен энциклопедиядан ұшу аппараттары туралы ақпарат іздеуіміз қажет. Қане сендер ақпарат іздеп көріңдерші, ұшу аппараттары туралы. Мінекей балалар, ұшу аппараты планеталар атмосферасында немесе ғарыш кеңістігінде басқарып ұшырылуға арналған құрылғы. Ұшу аппараттары атмосфералық және де ғарыштық болып екі түрге бөлінеді екен балалар. Мінекей біз сендермен бірге ұшу аппараттары туралы ақпаратты іздеп білдік. Келесі, осы мәтіндегі сын есімді тауып, дара және күрделі екенін ажырат дейді. Ал қанекей барлығымыз бірге қарап көрейікші мәтінге, осындағы сын есімді табайық, одан кейін оны дара және күрделі екенін ажыратайық. Қанекей ойланып қарап көрейік мәтінді, толығымен оқып шығайық. Таптық па? Олай болса тексерейік. Мінекей балалар, сендер дұрыс таптыңдар. Мәтіндегі сын есім бізде ыстық. Қандай ауамен? Ыстық ауамен. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Яғни бұл бізде қандай сын есім болып тұр балалар? Дара сын есім болып тұр екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмамызға назар аударайық балалар. Оқулықтағы үшінші тапсырмамызды қараңдаршы. Бізге жаңылтпаш берілген. Осы жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Қанекей барлығымыз дәптерімізді ашып, осы жаңылтпаштың қатесін түзеп жазайық. Қай жерінде қандай қате бар екен, қане дұрыс табайық па, көрейік қанекей. Жазамыз. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшар, ұзақ ұшар деген жаңылтпаш берілген. Ал қанекей ойландық па?
жазып болса, қанекей балалар, тексеріп көрейік қатемізді. Мінекей балалар, жарайсыңдар сендер жаңылтпаштың қатесін дұрыс таптыңдар. Яғни ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Мінекей балалар, осы жаңылтпаштың дұрысы осы екен, сендер дұрыс таптыңдар. Я балалар, бізге естіледі құсша болып естіледі, бірақ жазылады құсша болып. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Мінекей балалар, келесі тапсырмада бізде сөздер берілген. Себетті толтыр ойнап көрейік. Қазір сендермен бізге бірінші себетте дара сын есімдер берілген, екінші себетте күрделі сын есімдер. Яғни осы екі себетті біз қазір толтырамыз. Ортада әртүрлі сөздер берілген. Біз қазір сендермен бірге толтырып көрейік. Ең алдымен жасыл ала деген сөз берілген. Қызыл, сарала, ақсары, сары, жасыл, қара торы, ыстық, ақ. Ал қанекей, алғашқы сөз жасыл аланы қай себетке толтырамыз? Қанекей айтайық. Жарайсыңдар балалар. Жасыл ала бізде екі сөзден құралып тұр, яғни біз оны күрделі сын есімнің себетіне толтырады екенбіз. Өте жақсы. Келесі қызыл сөзі қай себетке толтырамыз балалар? Жарайсыңдар. Қызыл сөзін балалар біз дара сын есімнің себетіне толтырады екенбіз. Өйткені дара бір ғана сөзден құралып тұр, я балалар? Келесі сарала сөзін қай себетке толтырамыз? Жарайсыңдар. Сарала сөзінде балалар біз күрделі сын есімнің себетіне толтырады екенбіз. Келесі сөзіміз бізде ақсары сөз берілген. Қай себетке толтырады екенбіз? Дұрыс айтасыңдар. Оны балалар біз күрделі сын есімнің себетіне апарып қояды екенбіз. Келесі сөзіміз бізде сары сөз берілген. Сары сөзі қай себетке барады? Дұрыс айтасыңдар. Сары сөзі бізде дара сын есімнің себетіне апарады екен. Себебі бір ғана сөзден құрап тұр, я балалар? Келесі жасыл сөзі қай себетке барады? Жарайсыңдар. Жасыл сөзі бізде дара сын есімнің себетіне толтырады екенбіз. Келесі қара торы сөзі қай себетке барады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қара торы екі сөзден құралып тұр. Әрі бөлек-бөлек жазылғандықтан да балалар біз бұны күрделі сын есімнің себетіне толтырамыз. Келесі сөз бізде ыстық сөзі. Ыстық сөзі қай себетке барады? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар балалар. Дара сын есімнің себетіне толтырады екенбіз. Келесі соңғы сөз бізде ақ сөзі. Ақ сөзі қандай? Ақ. Қай себетке барып толтырады екенбіз балалар? Дара сын есімнің себетіне барып толтырады екенбіз. Жарайсыңдар. Бүгін өте жақсы жұмыс жасадық. Келесі балалар, олай болса, барлық тапсырмаларды орындап болсақ, үйге тапсырмалайды. Қарайық балалар, бізге үйге мынадай ребус берілген екен. Ребусты шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады? Сол сөзбен сөйлем құрады. Ребус шешу білеміз. Ребусты шешіп балалар, үйде әдемілеп көркем жазамыз. Ребусты шешіп, сол шешуіндегі сөзбен сөйлем құрап жазып алып келеміз. Ал қанекей балалар, суретке назар аударайық. Тоты қыз, ара және де аю берілген. Ал енді сендер бағанадан бері тапсырмаларды орындап отырсыңдар. Енді өз-өздеріне баға беріңдерші балалар. Сендер қанекей өз-өздеріне баға беріңдер. Сендер бүгінгі сабақта өздеріңді қалай ұстадыңдар? Тоты құстай сайрадыңдар ма? Әлде ара сияқты еңбектендіңдер ме? Әлде аю сияқты ұйықтадыңдар ма? Қанекей өз-өздеріңді іштей бағалаңдар. Аю сияқты ұйықтап отырдық па бүгінгі сабақта? Әлде ара сияқты еңбектендік пе? Әлде тоты құстай сайрадық па? Жақсы балалар, өз-өзімізге баға бердік пе? Жарайсыңдар. Өз-өзімізге баға беріп болсақ, балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Ережені жаттап, міндетті түрде есте сақтап жүреміз. Назарларыңызға рахмет.